Шығыс Қазақстан облысы Қазақстан Республикасының облыстар арасында 3-ші орынды иеленеді және елдің дамыған индустриялық аграрлық аймағы болып табылады. Облыс Қазақстанның шығыс бөлігінде Ресей Федерациясы мен Қытай шекарасында орналасқан және кең минералдық шикізат базасы бар. Мұнда өңдеуші өнеркәсіптің ірі кәсіпорындары шоғырланған. Бұл ретте түсті металлургия кәсіпорындары облыстың өнеркәсіп бөлімдерінің жалпы көлемінің жартысынан астамын шығарады. Түсті металлургиямен қатар машина жасау, энергетика, химия және ағаш өңдеу, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, сондай-ақ құрылыс материалдарын өндіру салалары серпінді дамуда. Облыста 2 индустриялық аймақ жұмыс істейді. Оларда өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін барлық қажетті инфрақұрылым бар. Табиғи климаттық жағдайлар ауыл шаруашылығын дамытуға қолайлы. Сонымен, Шығыс Қазақстан облысына инвестиция салудың 5 себебі: бай минералдық шикізат базасы, тиімді географиялық орналасуы, ауқымды өндірістік әлеуеті, жан-жақты дамыған агроөнеркәсіптік кешені, инвестицияларды қолдау және қорғау жүйесі. Шығыс Қазақстан облысына инвестиция салыңыздар. Табысқа қадам жасаңыздар.